Сабақ тақырыбы MS Word редакторында мазмұн құру. Практикалық жұмыс, мазмұн жасау. Бірінші, Microsoft Word текстік редакторында информатика оқулығының бірінші бетін жаса. 128 беттегі 4-4 суреттегі құжат мазмұнын тер. Бөлімдерге заголовок 1, тақырыптарға заголовок 2 стилін қолдан. Тақырыптарды және параққа орналастыр. Соңғы параққа мазмұн жаса. Ең бірінші, Microsoft Word текстік редакторында информатика оқулығының бірінші бетін тереміз. Міне осындай. Екінші параққа мазмұнын тереміз. Мазмұнын теріп болғаннан кейін бөлімдерге заголовок 1, тақырыптарға заголовок 2 стилін қолданамыз. Міне заголовок 2 стилін қолданып жатырмыз. Тақырыптарды жеке парақтарға орналастырамыз.